Солтүстік Қазақстан облысының картасында Айыртау ауданы небәрі 9600 шаршы километр аумақты алып жатыр. Алайда осыншалықты шағын болғанына қарамастан, бұл мекен ұлы бабаларымыз Шоқан Уәлиханов, Ақан Сері Орынбай Бертеұлын тудырған. Бұл қасиетті жерді 17 ғасырда Есім ханның қолғасына біріккен шапырақшыдан шыққан Қарасай мен Арғын руын бастаған Ағынтай батырлар сыртқы жаудан қорғаған. Қос Баһадүр Құлшынбай төбе атты шоқыда жерленген. Дәл осы жерде 1999 жылы қазанның 15-інде мемориалдық кешенінің негізі қаланды. Төбенің басындағы құрылым қос жауынгерлік дулыға түрінде жасалып, арасында мешіт орын тепкен. Ал кешеннің алдында ежелгі баһадүрлердің қиылысқан найзалары орналасқан. Бұл мавзолей Қазақстан халықтарының бірлігі, достастығы мен біртұтастығының белгісі саналады. Ал 16 метрлік конус тәріздес мұнаралардың ортасында орналасқан мешіт сенім, естелік пен үміттің нышаны. Айнала елін қорғап, жер құшқан батырлардың денелері жерленген. Жыл сайын мемориалдық кешенді еліміздің түрлі өңірлерінен келетін жүздеген қонақтар мен шетелдік меймандар аралайды. Ел президенті Нұрсұлтан Назарбаев кешенге 2 мәрте келіп кетті. Мавзолей тәуап ету мен экскурсиялардың орталығы болып табылады. Дәстүр бойынша кешенге жас жұбайлар, әскерге аттанғалы жатқан сарбаздар мен оқуға кететін жастар соғады. Қарасай мен Ағынтай батырлардың мемориалдық кешені республикалық маңыздағы тарих және мәдениет ескерткіштерінің мемлекеттік тізіміне енгізілген.